Сәлеметсіздер ме менің сүйікті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай шырша бейнесіндегі балды тортты жасауды көрсететін боламын. Міндетті түрде алдағы келе жатқан мейрамға жасап отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Ең алдымен керек ингредиенттердің барлығын дайындап алатын боламыз. Ондарыңыз міндетті түрде електен өткізілген болуы қажет. Ал балға келетін болсақ, сіздер қарапайым дүкеннің искусственный малын қолдансаңыздар болады. Отқа қоятын бір ыдысымызды аламыз. Соның ішіне алдымен бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майды саламыз. Оның үстінен қантты саламыз. Міндетті түрде отқа қойғаннан кейін тастап қараусыз қалдырмаңыздар. Осылай араластырып тұруларыңыз қажет, өйткені ішінде жұмыртқа болғандықтан жұмыртқаларыңыз пісіп кетуі мүмкін. Дәл осы сәтте барлығы ерігеннен кейін ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Ас содасы бізде көпіршіп, реакцияға түсетін болады. Және де дәл осылай шамамен 1 минут көлемінде араластырып тұрамыз. Және массамыз тезірек суы үшін басқа таза бір ыдысымызға құйып аламыз. Сұйық масса сәл бөлме температурасына суығаннан кейін онды 2-3 бөлікке бөліп, басында осылай қасықпен араластырып тұрған ыңғайлы, осылай араластырып тұрып, онды қосатын боламыз. Әбден қоюланғаннан кейін осылай қолмен елеп жалғастырамыз. Қолыңызбен көп елеудің қажеті жоқ, артық ұнды қосудың да қажеті жоқ. Дәл осылай пищевая пленка немесе кәдімгі пакетикке салып, жарты сағат не болмаса 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып тындырамыз. Қамыр бізде жақсылап тынып, қолға жабыспайды, жұмыс жасағанға өте ыңғайлы болады. Енді осы қамырымызды бүтін кенше таразыға өлшейміз де, соны 3-ке бөліп 3 қамырға бөлетін боламыз. Яғни біздің тортымыз 3 корждан тұрады. Енді осы коржымызды аздап ұн сеуіп отырып жаямыз. Негізінде бірден пергамент қағазына жайсаңыздар өте ыңғайлы болады. Одан кейін дәл осындай шырша бейнесіндегі трафарет, дайын трафарет сатып алсаңыздар болады. Не болмаса А4 қағазға суретін салып, немесе принтермен шығарып, осылай қиып аласыздар. Дәл видеода көрсетілгендей жайылған қамырдың бетінен трафаретті қойып, шет-шетін осындай қылып кесіп аламыз. Және де алдын ала қызып тұрған пешке осы пергаментімен жылжытып қоямыз. Бетін вилкамен тесуді де ұмытпаймыз. Құрамына қажетті заттардың барлығын жазбаша түрде видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Бізде дәл осындай әдемі карамель түсті крем шығады. Енді тортымызды жинап бастаймыз. Ең алдымен тарелкамызға немесе подложкамызға аздап кремді жағып аламыз. Оның бетіне бірінші коржымызды қойып, үстіне дәл вупипайдағы сияқты кондитерский мешокпен кремімізді шарик жасап жағып шығамыз. Кремді де біркелкі 3 бөлікке бөліп алсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы, барлық коржға біркелкі жететін болады.
Достар, сіздер әлі менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Арнамда әлі де көптеген қызықты видеолар болады. Кремнің барлығы біркелкі жақ болғаннан кейін торттың бетін әсемдеу өз қалауларыңызша. Кез келген жеміс-жидекпен, тәттілермен, не болмаса әртүрлі түсті кремдермен сәндеп шықсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын, келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Видео пайдалы болса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де өз достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сау болыңыздар.